Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда мынандай панама тоқып үйренеміз. Бұл узордың мастер-классы алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Мен каналымнан көрсеңіздер болады. Мына жерге ссылкасын қалдырып кетемін. Панаманы мынандай жіппен тоқитын боламын. Ярнард джинс деген номерін бәрін описание қалдырып кетемін. Бұл панаманы мен 1 жас аралығында қызға тоқып жатырмын. Узорды 50 сантиметр қылып алдым. Бас өлшеміне, бас айналымына 50 сантиметр қажет болды. Өзіңдеріңізге қажет ұзындыққа дейін осы узорды тоқып аламыз алдымен. Енді мына узорды жауып, мына жерін тігеміз. Узорымыздың жоғары жағынан, шишка жағынан жіп теріп аламыз. Осылай барлығын түгел айландырып, жіп теріп шығамыз. Мінекей толығымен теріп алдық жіпімізді. Енді әр 5 жіп сайын жіп қосып отырамыз. Келесі қатарымызды, мына қатарымызды теріс қылып тоқимыз. 5 жіп тоқып аламыз да, бір жіпті мына астынан көтереміз. Мінекей бір жіпті мына төмен жағынан көтеріп іліп аламыз. Солай әр 5 жіп сайын бір жіп көтеріп іліп отырамыз. Сонда мына панамамыздың төмен жағы былай трапеция болып тұрады, басқа тырысып тұрмайды. Солай аяғына дейін жалғастырамыз. Келесі қатарларымызда жіп қоспаймыз. Енді мына қатарымызды оң қылып тоқимыз, келесі қатарымызды теріс қылып тоқимыз. Солай кезек-кезекпен оң теріс қылып тоқимыз. Ал келесі қатарға ауысқанымызды мына жерде тіккен жерімізден ауысып отырамыз. Міне мына қатарды оң қылып тоқыдық, келесі қатарымызды осы жерден ауысып теріс тоқимыз. Мінекей мен деген өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқып алдым. 30 қатар тоқыдым. Енді мына жерден қысқартып бастаймыз.
мына алдыңғы 2 жіпті бір қысқартып аламыз да 8 жіпті оқимыз, 9-шы, 10-шы жіпті қысқартамыз. Міне 8 жіпті оқып алдық, енді 9-шы, 10-шы жіпті қысқартамыз. Солай жалғастырамыз. Енді тағы 8 жіпті оқимыз да 9-шы, 10-шы жіпті қысқартамыз. Солай барлығын осы қатарды қысқартып шығамыз. Енді келесі қатарымызды теріс тоқимыз. Теріс тоқыған қатарда қысқартпаймыз. Тек оң жағынан ғана, оң тоқыған кезде ғана қысқартамыз. Мына қатарды барлығын теріс тоқып шығамыз. Оң тоқитын қатарымызда 2 жіпті бірінші қысқартып аламыз. Енді 7 жіпті оқимыз да 8-шы, 9-шы жіпті қысқартамыз. Солай осы қатарды жалғастырамыз. Келесі қатарда теріс тоқып шығамыз. Одан кейінгі қысқартатын қатарда 6 жіпті оқимыз да 7-шы, 8-шы жіпті қысқартамыз. Одан кейін 5 жіпті оқып, 6-шы, 7-шы жіпті қысқартамыз. Солай спициямызда бір 10 шақты жіп қалғанға шейін қысқарта береміз. Носки тоқитын спицияға ауыстырып алдым, өйткені круговоймен тоқу ыңғайсыз болып кетті. Енді осы жіптерімізді қысқартамыз. Бұл қатарда бір жіпті оқып, 2-ші, 3-ші жіптерді қысқартып отырамыз. Солай осы қатарды жалғастырамыз. Бұл қатарды толығымен теріс тоқып шығамыз, ештеңе қысқартпаймыз. Бұл қатарда әр жіпті қысқартамыз.
міне қысқартып болдық. Енді мына жібімізді кесеміз да мына жіптерімізден өткізіп аламыз. Осылай панамамыздың төбесін жауып аламыз. Негізінде инемен өткізіп алған дұрыс, сабақтап. Бірақ мен қолымда жақын жерде ине болмағаннан кейін мен крючокпен өткізіп алдым. Жіптің сабағын қатты қылып тартамыз да артқы жіптерімізді тығамыз. Міне төбесін жауып алдық. Мынандай жәнегіндей тәсілмен қысқартқаннан кейін әдемі болып шығады. Панамамыз толықтай бітті. Енді мына төмен жағын окантовка жасап тоқып шығамыз. Ол үшін мына узорымыздың төменгі жағын, жапырақ жағынан жіп теріп аламыз. Мен крючокпен іліп алам, өйткені солай ыңғайлы болады. Мінекей былай жіп теріп шығамыз. Және круговой специямызге өстіп іліп аламыз. Толықтай айландырып специямызға жіп теріп алдық. Ендігі келесі қатарларымызды оң теріс қылып 5 қатар тоқимыз. Мінекей алдындағы көрсеткендей мына тіккен жерімізден ауысып отырамыз келесі қатар. Бірінші қатарын терістен бастаймыз. Солай 5 қатар тоқып шығамыз да тоқымамызды жабамыз. Екінші қатарды оң қылып тоқимыз. Солай кезек-кезекпен оң теріс деп тоқимыз. Қажетті 5 қатарымыз тоқып алдық. Енді тоқымамызды жабамыз. Панамамыз дайын болды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ал менің мастер-класстарым ұнап жатса, лайк қойып подписка жасаңыздар. Алда тағы қандай мастер-класс көргілеріңіз келеді, соны
комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады.